Сәлеметсіздер бе? Бүгінгі факультатив сабағы Мерей фольклорлық ансамблімен өтеді. 2018 жылдың басында Талдықорған қаласында Қарабек Байсейітов атындағы саз колледжінің 1 мен 4 курс аралығындағы студенттерден фольклорлық ансамбль құрылған. Жетекшісі мен Құдайберген Байбол Қайратұлы. Қарабек Байсейітов атындағы саз колледжінің қазақ халық аспаптары бөлімінің меңгерушісі Ғайниса Нұрсейітованың, қыл-қобыз арнайы аспабының оқытушысы Дамир Абашевтың ансамбльдің құрылуына қосқан үлесі зор. Ансамбль құрамындағы студенттер республикалық және халықаралық конкурстардың жүлделі орындарға ие болып, колледжіміздің мерейін үстем қылып жүргендіктен ансамбль атын Мерей деп атағанбыз. Ансамбльдің мақсаты Қарабек Байсейітов атындағы саз колледж студенттерінің оқып жүрген өздерінің арнайы аспаптарынан бөлек қазақтың әртүрлі фольклорлы аспаптарын кәсіби түрде ойнап меңгеру. Мысалға, сыбызғы, саз-сырнай, шертер, жетіген, қыл-қобыз, кепшік, дауылпаз, тай-тұяқ, шаң-қобыз тағы басқа аспаптар. Қазақтың көнеден келе жатқан күйлерден бастап қазіргі уақыттағы шығармаларды фольклорлық ансамбльмен орындау. Сондай-ақ қазақтың төл өнері арқылы колледж студенттеріне дәстүрлі тәлім тәрбие беру. Енді биыл бізде жылдан жылда состав жаңағы ансамбль мүшелері өзгеріп жатады. Ол белгілі себебі студенттеріміз біздің бітіріп, оқу орындарын бітіріп, біз оларды жаңағы жоғарғы оқу орындарына жібереміз. Сондықтан біздің ансамбль құрамы жылда өзгеріп жатады. Биылғы оқу жылында 20-шы және 21-ші оқу жылдарында осы ансамбльдің құрамы мынандай: Марқатан Жәнібек 4-ші курс, ойнайтын аспабы сыбызғы, саз-сырнай, шаң-қобыз, фольклорлық аспаптар. Жанатұлы Архат 4-ші курс. Қазіргі орындап жүрген аспабы бас домбыра, болмаса кең шанақты домбыра дейді. Былтыр шертер аспабында ойнады, ең алғашқы кезде прима аспабында. Өзінің арнайы аспабы прима аспабы. Өмірзақ Талшын 3-ші курс. Домбыра. Өзінің аспабында отыр, қосымша жетіген үйреніп жатыр. Келесі Малаева Алина 3-ші курс, қыл-қобыз. Өзінің арнайы аспабында. Одан кейін Мұсанова Сая, прима қобыз. Өзінің арнайы аспабында. Байтлеева Айдана, шертер. Өзінің арнайы аспабында. Мұратбек Санжар, домбыра. Өзінің арнайы аспабы. Және бізде арнайы аспап қыл-қобызда оқитын Нұрболат Есіл деген 2-ші курс студенті қазір ұрмалы аспаптарда осы құрамның ішіне кіріп отыр. Қазір қолындағы тай-тұяқ, асатаяқ және кепшік деген аспаптар бар. Енді бүгінгі сабақ бізде Қайырғазы Төленнің Бытығай, көне қала Бытығай деген күйінен өтеді. Ойнар бұрын біз композитормен танысып алайық. Төлен Қайырғазы Әшібекұлы. 1959 жылы Ақмола облысы Қорғалжын ауданында дүниеге келген. 1981 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Ақмола мемлекеттік педагогика институтының музыка факультетін, 1992 жылы Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының халық аспаптар факультетін бітірген. Қосымша композиторлықты Қазақстан Республикасының халық әртісі Мансұр Сағатовтан, дирижерлықты Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Айтқали Жайымовтан, аспаптауды, яғни инструментовканы Қазақстан Республикасының халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты профессор Кенжебек Күмісбековтен дәріс алып меңгерді. Төлен Қайырғазы өз шығармаларымен қатар халық және шетел композиторларының шығармаларын Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрімен
Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлық этнографиялық оркестріне, симфониялық эстрада симфониялық оркестрі мен ансамбльдерге лайықтап түсіріп, партитураларын жасап жүрген кәсіби маман. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының фольклор кабинетінің меңгерушісі, профессор. Бірнеше кітаптар мен оқулықтардың авторы. Оның шығармалары, бірнеше шығармалары бар, танымал, көне қала Бытығай деген күйі бар, Аңсау, Еділ патша, одан жаңа бұл кісі Шәкен Айманов атындағы киностудиясы мультфильмдерге біраз музыка жазған. Егер білсеңдер, егер көрсеңдер, 12 айдан көтпедіңдер, жыл басы деген мультфильмдер. Бұрында ертеректе сол 80-90 жылдар шыққан. Сол мультфильмге жаңағы өзінің музыкасын жазған, басқа да бір күйлер, музыкаларын мультфильм, фильмдерға жазған өте танымал композитор. Композитор туралы түсінікті ғой, мәлімет алдыңыздар ғой. Кім екенін, қандай кісі екенін, қандай оқу бітіргенін. Жаңағы Мансұр Сағатов дегенді естіп едіңіздер? Композитор Мансұр Сағатов. Егіз бұлай естейсіңдер, бірақ оны мән бермейсіңдер, е? Айтқали Жайымовты танисыздар ма? Одан Кенжебек Күмісбековті танисыздар ма? Сондай атақты кісілерден дәріс алған кісі, яғни бұл өзге сондай мықты кәсіби маман. Енді біздің бүгінгі қарайтын күйіміз көне қала Бытығай деп аталады. Ол неге арнап шығарған? Көне қала Бытығай деген атын өзі айтып тұрғандай. Бытығай деген не? Қала. Қандай қала екен? Көне ескі қала. Өзі күйдің аты тақырыбын айтып тұр. Көне қала Бытығай. Мен сіздерге Бытығай туралы бір мәлімет айтып кетейін. Бұл негізі керек нәрсе. Кез келген шығарманы орындаған кезде біз оның шығу тарихын, оның мағынасын, мәнін білуіміз керекпіз. Себебі өзіміз түсінбей, елге оны түсіндіре алмаймыз, жеткізе алмаймыз. Сондықтан Бытығай, оны кейде Ботағай дейді, кейде Бытығай, Тотығай, Тытығай, неше түрлі осындай аттармен, көнеден келе жатқан аттармен бізге белгілі. Ботағай кесенесі бар бізде Қазақстанда. Ботағай кесенесі 11-12 ғасырларға жататын сәулет өнерінің туындысы. Кесене Ақмола облысы Қорғалжын ауданындағы Нұра өзенінің сол жақ жағалауында Қорғалжын ауылының 2,5 шақырым жерде орналасқан. Яғни қай жерде екен? Ақмола облысы Астанаға жақын жерде. Астанада Қорғалжын деген аудан бар. Сол жерде жақын орналасқан. Ботағай кесенесі ерте замандардан келе жатқан бай тарихымыздың куәгері. Сонымен қатар бұл Қазақстандағы орта ғасырлық жалғыз кесене. Орта ғасырлық. Басқа кесенелер бар, бірақ енді мынау сондай көне кесене. Ботағай кесенесі көптеген елдің айтуына қарағанда Қазақстандағы сәулет құрылыс өнерінің қайталанбас үлгісі болып табылады. 19 ғасыр ортасында кезінде кесене қалыпты жағдайда болған, кейінірек ескірген. Ал енді 18-19 ғасырларда бізге Қазақстан жерінде небір саяхатшылар, ғалымдар келген, сонда мына Қазақстан жерін зерттеген, көргенін, естігенін, соны хатқа түсіріп, өз еңбектерінде жазып кеткен. Сол саяхатшылар мен ғалымдардың айтуы бойынша Ботағай кесенесінің ерте замандағы жібек жолындағы Татығай, Бытығай атымен байланысты қаланың болғандығын айтады. Яғни сол қаланың қалдығы деп есептейді. Ботағай кесенесі. Түсінікті ма? Бұл шығарма не үшін жазылған, қалай жазылған? Бұл негізі біздің қазақтың тарихы. Қазақтың тарихы сондай өте бай. Ал ондай болса, егер түсінікті болса, онда күйге көшеді. Күйді бірден қарап кетпейміз, себебі
сіздерге мен ботасын бергенмін, өздеріңіз үйден қарадыңыздар, жеке отырып, әркім өз партиясын қарадыңыздар, сосын енді міне бәріміз қосылып, бірге қосылып ойнайық. Енді күй, кез келген күй өзінің формасы болады, кез келген шығарманың өзінің формасы. Мына күйде өзі бір қарапайым, формасы қарапайым. Екі буыннан тұрады. Бірінші буын негізгі буын, соль, ре, талшын ұстаңыз, соль, ре. Шертіңіз. Осы тұста, домбыраның осы тұсында орындалатын әуез осы орта буын деп дейсіз. Негізгі буын деп айтылады. Енді орта буынды до, соль деген жерден ұстаңыз. До, соль. До, соль. Осы тұста ұстайтын орындалатын әуез бұл орта буын. Негізі ана халық күйлері бар ғой. Қосалқа, кеңес, дәулеткерейдің күйі қосалқа бар. Одан да ертерек халық күйі кеңес деген бар. Осы қарапайым формада құрылған. Негізгі буын және орта буын. Ал енді мына күй бұл қоспасар құрылыммен шығарылған. Қоспасар білесіңдер ғой? Шертпе күйдегі негізгі жанр қоспасар. Осы қоспасар құрылыммен орындалатын күй. Ал ең басында бізде бастайды, қандай аспап бастайды? Тай-тұяқ. Тай-тұяқтың басын ғана тыңдайды. Ритмі асықпаймыз. Раз, и, два, и, раз, и, да. Рахмет. Дұрыс ойнап отырсыз, бірақ менің ритмім емес. Мен сізге ритм беріп, темп бердім. Раз, и, жай бердім. Әдей жай беріп. Жарайды, онда үлгеріп атсаңыз, онда болады. Одан кейін ұрмалы аспап бастағаннан кейін бұл бастамасы. Бастамасы. Одан кейін күйдің өз бастығы. Ал бәріміз бірінші сіздермен жазылған ба? Цифралымен? Цифрамен жазылмаған екен, Мен тоқтатқан жерге дейін ойнаймыз. Негізі буын ойнаймыз. Орта буынға дейін кезде тоқтаймыз. Хорошо? Кет. Бастаңыз. Мелодия жоғары көтерілген кезде крещендо жасаймыз, мелодия төмен түскен кезде дименуэнді жасаймыз. Түсінікті ма? Бұл негізгі принцип сондай. Ал басынан бастаймыз.
түсінікті болды ма аспаптарымыз? Енді ары қарай орта буын, иә? Орта буында если осы жерде кепшікті қолданамыз, иә? Иә. Тай тұяқты осылай басқа жерге қойып кеттік. Орта буын. 1, 2, 3, 4. Вот осы жерде крещендо жасайық, иә? Крещендо. Яғни мына жерде шарықтау шарт, иә? Ең жоғарғы ноталарына баратын жерде. Мелодия көтеріліп жатыр, иә? Мелодия көтеріліп жатқаннан кейін біз не істейміз? Крещендо жасаймыз. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4. Ана сіздерде жаңа кейбіреулеріңіз түсінбей қалған шығарсыздар, люфт пауза бар. Люфт пауза бұл негізге былай тоқтау керек. Бірақ біз бірінші ретінде емес, екінші рет қайталап келген кезде, сол кезде люфт пауза жасаймыз, иә? Крещендоға мына кепшікпен көмектесуіміз керекпіз. Иә? Кішкене қаттырақ крещендо жасаймыз. Кеттік, орта буын. 1, 2, 3, 4. Орта буыннан бастайықшы. 1, 2, 3, 4. Түсін ба? 1, 2, 3, 4 деп жаңа сильный доля болды. Так. Люфт паузасы. Ары қарай кеттік. Сосын, несі, пожалуйста. Аспаптарды резко ауыстыруға жаңағы ыңғайлы қой, ыңғайлы жерге қой. Жарай ма? Тез ауыстыру үшін өзіңе ыңғайлатып қой. Сосын тез ауыстыруға алдын ала ойлан бол. Люфт пауза ары қарай. И сұрап атқан кезде крещендо жасау керек. Мына жерде бір адам жасайды, екінші адам жасамайды. Үшінші жартылай жасайды, төртіншісі мүлде жаңағы ондай нәрсе істемейді. Егер де бәріміз бір адамдай крещендо жаңағы диминуэда, яғни бүкіл нюанстардың бәрін жасап отырсақ, онда ансамбль нюансы шығады. Жарай ма? Ал тағы да люфт паузадан кейін бастап ойнайық. 1, 2, 3, 4. La si re do. Ya o жерде крещендо жасау. La si re do. Сондай ма ноталар? Қайсы?
сосын осы жер, осы барлық жер бірдей. Хорошо? Все, осы соңғы кода. Раз, два, три, хорошо. Все, түсінікті болды ма? Формасы қарапайым. Құрылысы қарапайым. Негізгі бұл, орта бұл. Ал онда бастан бастап, ендеше осы күйді қосып, бастан бастап ойнап шығайық. түскен кезде сондай кепшіктен бізге көмектесу керек болғансың, бірақ оған үлгермей қалдың. Яғни әлі бұл материалды әлі дұрыс білмейсің деген сөз. Күй әлі саған мынау ойына әлі сіңбеді. Сондықтан бұны қайта-қайта тыңдап, осы видеосын жазғаннан кейін тыңдайсың, осы күйді өзіңе сіңіресің. Былай жаман емес дейсің. Арқат жақсы, өте жақсы. Бас домбыраны өте жақсы, таза, жақсы ойнап отырсың. Дыбысың өте жақсы, әдемі, осы жерден анық естіліп тұр. Жәнібек, уже сен ансамбльда ең басынан бастап ойнап келе жатсың. Осы сазсырнай сыбыз аспаптарында өте жақсы, Талшын жақсы. Бізде Талшын ансамбльдің концертмейстері. Ансамбльдің концертмейстері деген ол жетекші деген сөз. Ансамбльде дирижер болмайды, оның орнында жетекші болады, яғни концертмейстер дейді. Сая, сен алғаш келіп жатсың бізге, жаман емес, өте жақсы. Алина жақсы, керемет. Қылқобызда сен мына биыл 3-ші жылы ең басында келген кезде Қылқобызды білмеуші едің, қазір өте жақсы меңгеріп отырсың, білсің, өте жақсы, таза, әдемі. Енді осы биыл арамызға Айдана да келіп жатыр, нағыз шертер
осы аспап маманы, биыл екінші курс болса да өте ынтасы жаңағы талап өте жоғары, жақсы. Санжардан өте жақсы, өзім курсымдағы ең озық домбырашылардың бірі болғандықтан осы ансамбльге балалардың айту бойынша осы ансамбльге қабылдап жатырмыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге көптен көп рахмет.